Сәлем достар, бүгінгі сабақта біз райтингтің бірінші бөлімін жазуға кірісетін боламыз. Алдыңғы сабақта айтқандай, райтинг бірінші эссе, яғни ол 3 бөлімнен тұрған болатын, кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды. Қазір кіріспеден бастайық. Кіріспеде бізге парафрейзинг қажет болады. Парафрейзинг дегеніміз графикте берілген сөздерді, яғни ол жерде сөйлем беріледі, соны басқа сөздермен, яғни сол сөздің синонимдермен алмастырып жазу. Ал екіншісі жалпылама шолу немесе тренд деп аталады. Мына графикте біз тапсырманы көріп тұрмыз. Міне осы сөйлемдегі әрбір сөзді синониммен ауыстыруымыз қажет. Сіз осы тапсырманы өзіңіз орындап көріңіз. Достар, әрине әрбір сөзге синоним табу мүмкін емес. Мысалы, біздің жағдайымызда China and India секілді мемлекеттердің, қалалардың, терминдердің және айрықша сөздердің синонимдерін таба алмауымыз мүмкін. Ондай жағдайда бұл сөздерді өз қалпында қалдырасыздар. Ал парафрейзингтің қажеті неде дейтін болсаңыздар, ол емтихан алушылар үшін тағы да сіздің сөздік қорыңыздың байлығын байқау үшін қажет. Міне парафрейзингтен соң сөйлем шамамен былай өзгереді. Әр сөздерді синонимдермен алмастырудан бөлек, біз сөйлемнің структурасын толығымен өзгерте аламыз. Яғни, берілген сөйлемді басқа сөздермен соңынан бастасақ болады. Мысалы, былай. Енді кіріспенің екінші бөліміне көшейік. Алдында біз жай ғана парафрейзинг жасайтын болсақ, екінші бөлімі бұл жалпы тренд. Яғни, сіз берілген графикте не көріп тұрсыз, соны өз сөздеріңізбен жазып берулеріңіз қажет. Біз 2030 жылға дейін Қытай мен Индияның халық саны өсіп жатқанын және Қытайдың халқы Индияныкінен көбірек екенін көріп тұрмыз. Ал 2030 жылдан кейін Қытайдың халқы төмендеуде, ал Индияның саны ары қарай өсуде. Онда біз сөйлемді былай жазсақ болады. Міне осындай бір сөйлеммен біз бүкіл графикті суреттей аламыз. Ал енді негізгі бөлімге көшейік. Алдында айтқандай, негізгі бөлімді 1-2 параграфке бөлсек болады. Ал біздің жағдайымызда мына графикті 2 параграфке бөлсек болады. Яғни біріншісінде 2030 жылға дейін не болғанын жазамыз, ал екінші параграфте 2030 жылдан кейін не болғанын жазамыз. Және сіздерге, достар, нақты сандарды қолданған дұрыс. Мысалы, 2030 жылға дейін Қытайдың халық саны Индияныкінен неше миллионға көп болды, ал 2030 жылдан кейін неше миллионға көп болды, соның барлығын нақты сандармен жазғандарыңыз өте дұрыс. Сонымен қатар байланыстырғыш сөздерді, яғни linking words'ті қолданғандарыңыз абзал. Ол linking words'ті сіздер осы сабаққа бекітілген материалдар арасынан тауып көре аласыздар. Linking words сіздерге coherence and cohesion'нан балдарыңызды көбейтуге көмектеседі. Ал қорытындыда, достар, сіздер алдында жазған ақпараттарды тек жинақтап жазасыз. Яғни интрода не жазсаңыз, соны тек басқа сөздермен жазасыз. Және айта кетерлік жайт, қорытындыда ешқашан жаңа ақпарат қосуға болмайды. Эссені жазып болғаннан кейін міндетті түрде 2-3 минут бойы өзіңіздің жазғаныңызды тексеріңіз. Грамматика мен пунктуацияны тексеруді ұмытпаңыз. Ал тексеріс туралы біз толығырақ келесі сабақтарда айтатын боламыз. Мына графикке жазылған эссенің толық нұсқасын сіз осы видеоның астындағы sample essay атты материалдан таба аласыз. Эссенің мысалдарын сіз эссені қалай жазу керектігін білу үшін ғана қолданасыздар. Эссені ешқашан жаттап алуға тырыспаңыздар, себебі сізге дәл сондай график келуі талай. Ал емтихан алушылар олар жатталған эссені бірден байқап қоюы да мүмкін. Эссе жазғанда келесі ережелерді есте сақтаңыздар. Бұл жай ғана сипаттау болуы қажет.
яғни менің ойымша, менің көріп тұрғаным деген секілді қосымша сөздерді мүлде қолданбаңыздар. Сіз өзіңіз ол графиктен басқа ештеңені білмеймін деп елестетіңіздер, тек қана факт қолдануларыңыз қажет. Мысалы, қасыңызда графикті көрмейтін адам отыр деп елестетіңіз. Сіздің мақсатыңыз ол адамға графикті сіз қалай көріп тұрсыз, солай ол елестете алатындай етіп түсіндіріп беру. Ең аз дегенде 150 және 250 сөздер қолданыңыз, яғни бірінші және екінші эссеге. Егер сіз 150 сөздің орнына 149 сөз жазатын болсаңыздар, онда сіздердің алатын балдарыңыз азаяды. Сөздерді қалай санау қажет? Сандар, күндер, уақыт олар қалай саналады? Яғни олар бір сөз болып саналады. 3000, 50.000 немесе 9 AM олардың барлығы бір сөз болып саналады. Символдар сөздерге саналмайды. Яғни сіз 55% деп символмен жазатын болсаңыздар, олар бір сөз болып саналады. Ал егер 55% деп оны сөз болып бөлек жазатын болсаңыздар, онда ол екі сөз болып саналады. Артикль секілді қысқа сөздер және көмекші сөздер, олар бір сөз болып саналады. Ал дефис арқылы жазылатын сөздер де олар бір сөзге саналады. Дайындық барысында сіздер емтихандағыдай жауап парағына жазып үйреніңіздер. Ал ол жауап парағын сіздер тапсырмамен қоса Writing Answer Sheet атты құжатынан таба аласыздар. Өзіңіздің эссеңізді тексеру үшін чек парақшасын қолданыңыздар. Сізде 150-170 сөз бар ма, соны тексереміз. Міне достар, бүгін біз бірінші эссеге дайындалдық. Енді сіздер бірінші эссені жақсылап жаза аласыздар деген ойдамын. Ал егер сіздерде қосымша сұрақ пайда болса, онда міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Келесі сабағымызда біз екінші эссені қалай жазу керектігін үйренеміз. Мені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.